мектеп-лицейінің 7-ші Б сыныбының оқушысы Гибадатова Инжу жаңғыру полюсы номинациясы бойынша бүгін сізге ұсынылып жатқан жобаның тақырыбы ұлттық мұрадан заманауи стильге. Жобамның мақсаты ұлттық мәдени мұраны сақтау мен жаңғырту арқылы дәстүрлі өнер мен қолөнерді заманауи форматта дамыту, жас ұрпақтың шығармашылық әлеуетін арттыру және қоғамда ұлттық өнердің маңыздылығын дәріптеу. Тақырыптың өзектілігі дәстүрлі өнер мен қолөнер қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан мәдени құндылығы, ал оны қазіргі заманға бейімдеу ұлттық бірегейлікті нығайтуға бағытталған өзекті қадам. Тоқыма өнері қазақтың тұрмысында кеңінен қолданылған дәстүрлі қолөнер түрлерінің бірі болып табылады. Киіз басу, алаша тоқу, кілем тоқу, өрмек тоқу сияқты өнер түрлері ғасырлар бойы дамып, ерекше маңызға ие болған. Қазіргі таңда бұл өнердің кейбір түрлері ұмытылып барады, сондықтан оны жаңғырту маңызды мәселе. Қазақ халқының дәстүрлерін дәріптеу мақсатында анам екеуміз әртүрлі материалдардан тоқыма тоқып, әдемі бұйымдар жасадық. Бұл біздің отбасымыздың дәстүрлі айналған десем де болады. Бұл анадан қызға жалғасатын іс. Бұл арқылы біз қазақ халқының ежелден келе жатқан мәдени мұрасын дәріптей отырып, өзінің құндылығын жоғалтпайтындай заманауи стильге айналдырдық. Сонымен қатар моншақ тоқу да қазақ халқының ежелден келе жатқан қолөнерлерінің бірі. Қазақ мәдениетте моншақпен кестелеу және өрнек салу дәстүрлі бар. Ғұндар заманынан бастап қазіргі заманға дейін өз құндылығын, өз өзектілігін жоғалтпаған моншақпен тоқу қазіргі заманның стиліне айналды десек те болады. Әсіресе ұлттық киімдер мен әшекей бұйымдарда кеңінен қолданылады. Ұлттық өнер тек өткеннің мұрасы ғана емес, сонымен қатар жаңа идеялар мен инновацияларға негіз бола алады. Мәдени мұрасыз ұлттың болашағы бұлыңғыр деген ұстаным бүгінгі таңда ерекше маңызға ие. Ұлттық мәдениетті сақтау және жаңғырту жас ұрпақтың бойында елге, жерге деген құрметті қалыптастырып, ұлттық сана сезімді нығайтады. Бұл менің Інжу атты менің шеберханам. Бұл суретте көріп тұрғаныңыздай иран жігінен тоқылған, дайын өнімдермен жабыстырылған тәпішкілер. Бұл бізде қызғалдақ тәпішкілері. Әдеміліктің сыры қолөнер бұйымдары. Суретте көріп тұрғандарыңызда бұл ерекше, әр дизайн әртүрлі жемчугтен тоқылған сөмкелер болып табылады. Бұл бізде сыртқа киюге арналған моншақтармен безендірілген тәпішке. Практикалық құндылығы қазақтың дәстүрлі өнерін жаңғырту арқылы жастардың шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік туады. Қолөнерді заманауи сән индустриясына енгізу арқылы ұлттық брендтер қалыптасады. Цифрландыру арқылы ұлттық өнерді болашақ ұрпаққа қолжетімді етіп, оны халықаралық деңгейде дамытуға мүмкіндік береді. Қорытынды келгенде, ұлттық қолөнер халқымыздың бай мәдени мұрасы, рухани қазынасы. Оны жаңғырту өткен мен болашақты байланыстыратын бір жолы. Біз өз жұмысымыз арқылы дәстүрлі өнерді заманауи стильмен үйлестіріп, оны күнделікті өмірде қолдануға лайықтадық. Бұл жоба тек қолөнерді дамытумен шектелмей, жастарға ұлттық қол мәдениетті дәріптеуге, шығармашылық әлеуетті арттыруға және тарихи мұрамызды сақтауға үлес қосады. Ұлттық өнер ұлттың айнасы, оны жаңғырту біздің ортақ міндетіміз. Назарларыңызға рахмет.